Кез келген программалау тілінде құрастырылған программа маңызды 3 тіректен тұрады. Бұл тіректерге деректерді енгізу, өңдеу және нәтижені шығару жатады. 6 сыныпта деректерді программаға енгізуді пернетақта арқылы орындадық, ал программаның өңдеген нәтижесін компьютер экранына шығардық. Көп жағдайда деректерді программаға пернетақта арқылы енгізу тиімсіз болып саналады. Мысалы, өзіміз тұратын қаладағы абоненттің аты жөні мен телефон нөмірлері жазылған электрондық телефон анықтамалығын жасауды жоспарладық делік. Мұндай телефон анықтамалығындағы жазбалар кем дегенде 500 телефон нөмірінен тұрады. Осындай жағдайда абоненттің аты жөні мен оның телефон нөмірін мәтіндік файлға сақтап алған дұрыс. Ал құрастырған программамыздың көмегімен кез келген уақытта осы файлды ашып, қажетті абоненттің телефонын жылдам тауып аламыз. Pythonда жасалған программа көмегімен файлдағы деректерді оқуға, оны өңдеп экранға немесе басқа файлға жазуға болады. Бұл тілдің негізгі функциялары файлдардан деректерді оқуды, жазуды жеңілдетеді. Енді осы файлды өңдеу функцияларымен танысайық. Файл деректерді тұрақты жадта, мысалы қатқыл дискіде ұзақ уақыт сақтауға арналған дискінің атау берілген аймағы. Файлды оқу немесе оған деректер енгізу үшін алдымен оны ашу керек. Жұмыс аяқталған соң файлға қатысты ресурстарды босату үшін оны жабамыз. Pythonда файлдармен жүргізілетін амалдар төмендегідей ретпен орындалады. Файлдарды ашу, оқу немесе жазу және файлдарды жабумен аяқталады. Pythonда файлдардың 2 типін қарастыруға болады. Біріншісі, белгісіз ұзындықтағы мәтіндік файлдар. Бұл файлдарда мәтіндер сақталады. Екінші, екілік бинарлық, яғни файлдар. Бұл типтегі файлдарда суреттер, дыбыстар, бейнелердің, яғни видеолардың екілік кодтары сақталады. Pythonда файл жасауды қарастырайық. Мысалы, мәтіндік файл жасау керек болса, оны 2 түрлі жолмен жасайды. Төменгі сыныптарда үйренген әдіспен тінтуірдің көмегімен контекстік мәзір арқылы Python орналасқан бумаға тексті типіндегі файлды жасайды. Екінші, Pythonдағы open функциясының көмегімен автоматты түрде жасауға болады. Ол үшін open жақша функциясында файлдың атауы мен файлды өңдеу параметрін көрсету қажет болады. Төмендегі программа кодында файл айнымалысы жаңа мәтіндік файлға сілтеме жасалғанын көрсетіп тұр. Программаны іске қосқанда осы программа сақталған бумада тест.txt мәтіндік файлы пайда болады. Егер тест.txt файлы бумада алдын ала жасалған болса, онда программа жаңа файл жасамайды. Бұрынғы жасалғанымен жұмыс істей береді. Open функциясының 2 маңызды параметр бар. Оларға файл атауы мен функцияның жұмыс режимі кіреді. Режим түрі R, read, яғни файлды мәтіндік режимде ашады. Y, write, яғни жаңа файл жасап, оған деректі жазады. Егер мұндай файл бұрын жасалған болса, оған жаңа дерек жазу үшін ескісі өшіріледі. Append, яғни алдын ала жасалған файлды ашып, ондағы жазбалардың соңына жаңа деректерді қосып жазады. B, файлды бинарлық режимде ашады, яғни екілік код ретінде ашады. T, текст, яғни файлды мәтіндік режимде ашады. Плюс бұл файлды оқу мен жазу үшін ашады. Программаның көмегімен мәтіндік файлдан деректі оқып, оны өңдеп, нәтижесін шығу файлына жазуды түсіну үшін төмендегі берілген тапсырманы шешу жолымен түсінейік. Input.txt мәтіндік файлында аралары бос орынмен ажыратылған A және B бүтін сандар берілген. Осы сандардың қосындысы мен көбейтіндісін тауып, нәтижені output.txt файлына жазатын
программаны құрып шығуымыз қажет. Есепті шығару үшін бізге бірінші текст файлға мәтін мәліметтерімізді жазып алуымыз қажет. Ол үшін рабочий столға барып, создать текстовый документ басамыз да, ішіне кіріп 12 және 15 деген сандарды жазып, сохранить етеміз. Как оны input деп сақтаймыз. Input расширениесі txt болады, яғни текстовый файлдың txt input сохранить. Input деп сақталды. Input файлы сақталып тұр. Енді біз idleға кіріп, жаңа файл ашып, мәліметті жазатын боламыз. Шартына байланысты есептің берілісін жазып шықтым. Программалау кодында енді түсіндіріп өтетін болсам, ең бірінші pin open input text r дегеніміз бұл input тексті файлындағы мәліметті ашу деген сөз. Яғни 12-15 деп жазып кеттік мана inputқа міне. Бұл мәліметті оқу деген сөз. Яғни read дегеніміз деректерді файлдан оқыту үшін read әдісін пайдаланамыз. A, B, map, int деп P дегеніміз, яғни A, B мәндері бүтін сандар және map 2 санды бос орынмен ажыратып оқу үшін бізге map функциясы қажет. Келесі float open output y, яғни осы біздің жазылған мәліметтеріміздің нәтижесін output текстовый файлында ашып қараймын деген сөз. Одан кейін write, яғни AB сандардың қосындысын табу, одан кейін табудың жазу, екінші қатарда берілген AB сандарының көбейтіндісінің мәнін жазу деген, яғни файлды жабамын деген сөз. Яғни input файлын және output файлын жабам деген сөз. Енді нәтижесін көру үшін outputқа барамыз. Міне нәтижесі көрініп тұр. Яғни 12 мен 15 санның қосындысы 27-ге тең, ал көбейтіндісі 180-ге тең.